Бір күні Азаматты үйлену тойына шақырды. Тойда ол тамақтанды, ішті, біраз ақша беріп тост айтты. Сосын қызыл өрікті естіп билеуге кетіп қалды. Жас жігіт би алаңын биімен жарып, ересек әйелдердің көңілін аулады. Азамат оны таныды. Бұл оның туыс ағасы Чина. Балалық шағында Чина арық болды және өзін мүлдем қорғай алмайтын. Сол себепті Азамат екеуі бірге таяқ жейтін. Чина да Азаматты таныды және бірден әйгілі блогер ретінде бицепсіне қол қоюын өтінді. Азамат Чинаның өзгергеніне қызығушылық танытты. Чина оқиғасын бастады. Шамамен бір жыл бұрын Чина Қазақстанда 40 күндік мерзімді қызметі бар екенін кездейсоқ біліп қалды. Ол өзінің 24 жасында әскерден жасырынудан шаршағандықтан ол осылай қызмет етуді шешті. Барлық сынақтардан өтіп, ақшасын төлеп, өзіне сәнді шаш үлгісін жасады да кетті. Чина қызметте дедовщина болатынына және оны ұратынына дайындалды. Бірақ бәрі басқаша болып шықты. Алдымен ол спортқа, дұрыс тамақтануға және ерте оянуға үйрене бастады. Алайда келесі 35 күн ол үшін ертегідей өтті. Чина ешқашан ендігі бауырлас болып кеткен адамдармен жаттығу мұндай рахат әкелетінін ойлаған емес. Соңында оларға тіпті нағыз қарудан атуға рұқсат берілді. Қызметте Чина өзіне достарды, жан тыныштығын, тіпті жұмысын тапты. Енді ол ең мықты фитнес жаттықтырушысы. Жалпы Азеке, мерзімді қызмет керемет нәрсе. Ал адам тіпті 40 күн қызмет еткісі келмейді. Әскери комиссариат кетіп қалды ма?